Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасы немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына баса мән берген жөн. Жұмыртқаның сыртында Д деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақтау мерзімі 7 күн. Егер де С деген жазуы болса, онда ол столовый деген сөз, яғни асқа пайдалануға арналған жұмыртқа дегенді білдіреді. Егер де жұмыртқаның сыртында ешқандай жазу болмаса, міндетті түрде қораптағы жазуға мән беріңіз. Себебі қорапта барлық мәліметтер, яғни сақтау мерзімі және де қандай санаттағы жұмыртқа екені жазылады. Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта оның сырты лас болатындығы барлығымызға белгілі. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан мұнда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті жұмыртқаны жуып алу қажет. Ол үшін ыдысқа су құйып, бір ас қасық тұз салып, сол суға жуып алған жөн. Дүкеннен сатып алынған жұмыртқаның кейбірінің сырты кедір-бұдыр болып келеді. Яғни жұмыртқа сыртының бір тегіс болмауы жұмыртқа санатына тікелей байланысты. Мысалы, жоғарғы санатты жұмыртқаның сырты тегіс болып келсе, ал екінші, үшінші санаттағы жұмыртқаның сырты бір тегіс болмайды. Сонымен қатар жұмыртқаның жарамдылық мерзімінің өтіп кеткенін жұмыртқаны құлақ тұсынан шайқау арқылы білуге болады. Егер шайқағанда шылқылдаған судың дауысы естілсе, жұмыртқа жарамсыз. Сондай-ақ жұмыртқаны суға салған кезде су бетіне қалқып шықса, онда көп уақыт тұрып қалғанын білдіреді. Жұмыртқаның бір жағы доғал, бір жағы сүйір болып келеді. Ал оны тоңазытқыштағы жұмыртқа яшығына жинаған кезде сүйір жағын төмен қаратып қойған жөн. Көпшілік ақ жұмыртқаға қарағанда қоңыр жұмыртқаның пайдасы және де құнары жоғары деп салыстырады. Бірақ та жұмыртқа түсінің ешқандай да маңызы жоқ. Ақ тауықтың жұмыртқасы ақ, қара тауықтың жұмыртқасы қоңыр болады. Жұмыртқаның көлемі де әртүрлі болады. Бірі үлкен, бірі кіші болып келеді. Олардың да айырмашылығы жұмыртқаның түсі сияқты тауықтың жасына байланысты болады. Жұмыртқаны сатып алғанда оның сақтау мерзіміне де мұқият болған жөн. Жұмыртқа +2 градуста 25 тәулік сақталатын болса, -2 градус температурада 90 тәулік бойы сақталады. Достар, осы ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап, және де жұмыртқаны сатып аларда дұрыс таңдап, сыртын жуып пайдалануды ұмытпайық.